Армысыздар құрметті телегөрермендер және еліміздің жалынды жастары. Эфирде қызықты ақпараттар мен көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын интеллектуалды тапқыр болсаң, озып көр шоу бағдарламасы. Бүгінгі сайысымызды бастамас бұрын білімдерін сарапқа салатын топтармен танысайық. Мен оң жақ шетіндегі топ басшысы, оңтүстіктің Квентин Тарантиносы, талантты жас кинорежиссер Серік Таласов мырза. Және белгілі айтыскер ақын, журналист Қажымұқан Абзалов. Олардың қарсыластары топ басшысы, журналист Нұржан Жақсылық. Және оның жанашыры серіктесі ару қыз Назым Әмірова. Американың атақты өнер тапқышы Томас Эдисон электр шамын ойлап табу үшін 3000 эксперимент жасаған екен. Ал ақш-тың президенті Джон Кеннеди 20 минут ішінде 4 газетті толық оқып шығатын болған. Ал Алясканың туын небәрі 13 жастағы бала ойлап тапқан. Ал біздің бүгінгі қатысушыларымыз сіздерге еш нәрсені ойлап табудың қажеті жоқ, тек қана қойылған сұрақтарға дұрыс барынша жауап берулеріңіз керек болады. Ендеше бірінші кезең кім алғыр деп аталады. Бірінші кезең кім алғыр? Бұл кезеңде сайыскерлердің білімі сыналады. Барлығы 8 ұяшық беріледі. Әрбір ұяшықта белгілі бір сала немесе тақырып бойынша сауалдар жасырынады. Әрбір сауалдың 3 нұсқадағы жауабы қосыла беріледі. Білім мен логикаға салып, жауаптың дұрыс нұсқасын таңдау қажет. Әрбір дұрыс жауап 20 ұпаймен марапатталады. Олай болса, ұяшықтармен таныс болыңыздар. Бірінші ұяшық бізде тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Екінші тарих тағылымы, рухани жаңғыру, спорт саңлақтары, өнер өлкесі, ең оңтүстік ғажайыптары, әлемде талай қызық бар. Қай топ өзара келісе отырып сіздер таңдайсыздар? Осы сіздерден бастайын ғой деймін, Серік. Жастар бастай берсіңдер. Барлықтарың жастар емессіздер ма? Түрлері білімді болып тұрған. Түрлері білімді болып тұр ма? Түрлеріне қарап, қалай Нұржан, не деп ойлайсыз? Ағалар бастасын, жолы биік. Жақсы кішіпейілділік көрдіңіз бағында сен. Сіздерге жол беріп жатыр. Кішіпейілдік ең соңына станса болады еді. Жақсы, 8 ұяшықтың біреуін таңдасаңыздар. Қайсысын тастайық? Сәйкесінше сұрақ. Өнер өлкесі ма? Өнер өлкесі дедік. Өнер өлкесі. Сұрақ. Халықаралық Азия дауысы байқауын жеңіп алған қазақстандық әншіні атаңыз дейді. Бірінші нұсқа Бауыржан Исаев, екінші нұсқа Медеу Арынбаев, үшінші Рустам Гаипов. Өнерге жақынсыздар өздеріңіз. Сәл шатастыру мүмкін бе? Содан қорқып тұрмын да. Негізі жалпы үшеуі де белгілі танымал әншілер. Енді біз қазір мысалы Бауыржан Исаев танып тұрмыз, Медеу Арынбаев танып тұрмыз. Енді қазақ таниды ғой енді. Үшіншісін танымай тұрмыз, шыны керек. Бірақ Бауыржан Исаев та Медеу Арынбаев та конкурсының әншілері ғой. Бірақ халықаралық деген кезде мысалы Бауыржан Исаев тоқтаймыз. Бауыржан Исаев. Сонымен бірінші нұсқа Бауыржан Исаев. Ендеше дұрыс жауапқа құлақ түріңіздер. Халықаралық Азия дауысы ән байқауы еліміздегі ең мәртебелі іс-шаралардың бірі. Байқау алғаш рет 1990 жылы Алматы қаласында бастау алған. Байқауда Қазақстанның көптеген талантты әншілері қатысып, еліміздің намысын қорғады. Солардың бірі белгілі әнші Медеу Арынбаев. Ол 1994 жылы конкурстың жүлдегері атанды. Ал араға 2 жыл салып, Шымкенттегі әнші Бауыржан Исаев тұңғыш рет Азия дауысы байқауының жеңімпазы атанды. Дұрыс жауап бердіңіздер, сіздерге 20 ұпай марапат. Ал Нұржан. Алмас мырза, біз командаласым Назым екеуміз ақылдаса келе, қиыннан бастамақсыз. Ең. Жер бетіндегі ең көп тараған элемент. Бірінші оттегі, екінші сутегі, үшінші азот. Бізде жауап дайын. Айттым ғой, түрлері білімді болып тұр. Жауап Назым айтады.
Назым айта қойыңыз. Жер бетінде ең көп тараған оттегі. Оттегі. Біз солай ойлаймыз. Оттегі. Бірінші нұсқаны таңдадыңыздар, иә? Бекер. Олай болса, жауаптарыңыз қабыл алдым. Енді дұрыс жауап мынадай. Жер бетінде Менделеевтің кестесіне енген 118 элемент бар. Соның ішінде таралуы бойынша оттегі 7-ші орында, азот 8-ші орында, ал әлемдегі ең көп тараған элемент ол сутегі екен. Көрдіңіздер, әлемде талай қызық бар деген осы тұр ғой. Өкінішке орай дұрыс емес жауап бергендіктен сіздерге 20 ұпай берілмейді. Ағалар, деп жатыр мына жақтағы сіздердің қарсылас топтарыңыз. Келесі ұяшықты таңдай қойыңыздар. Иә, бізде әлі 6 ұяшық бар. Таңдалмаған тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы, рухани жаңғыру. Иә, кішкене достар, өзімізге жақын оңтүстік ғажайыптарын таңдап көрейік. Оңтүстік ғажайыптары. Ендеше сұрақ. Оңтүстік Қазақстан облысында халық ең көп шоғырланған ауданда атаңыз дейді. Оңтүстік Қазақстан облысында халық ең көп шоғырланған аудан. Бірінші Мақтаарал, екінші Сайрам, үшінші Сарыағаш. Енді Мақтаарал шығар ол. Өйткені Жетісайға өте үлкен ғой негізі. Салыстырмалы түрде Сайрамнан да Сарыағаштан да Мақтаарал екен ғой. Мақтаарал, бірінші нұсқа. Қабыл алдым. Жарайды. Ендеше дұрыс жауап. Оңтүстік Қазақстан облысының халқы 3 миллионға жуықтайды. Оның 1 миллионы Шымкент шаһарында тұрса, қалған ауылдарда мекендейді. Облыстағы халық ең көп шоғырланған аудан ол Сарыағаш ауданы екен. Ауданда 300 мыңға жуық халық бар. Өкінішке орай бұл жолы сіздердің жолдарыңыз болмады. Бізге жақсы. Жауап дұрыс емес. Ендеше Нұржан, таңдауларыңыз. Қазір ұяшықтарды қарап көрейік. Қайсысы? Бізде әлі таңдалмаған 5 ұяшық бар. Тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы, рухани жаңғыру, спорт саңлақтары, әлемде қалай қызық бар. Рухани жаңғырудан білмеймін, рухани жаңғыруды. Мен білмеймін одан. Хабарым мол. Қайсына жақынсыздар өздері? Спортқа жақынсыз ба, Нұржан? Спортқа жақынмын. Спортқа жақынсыздар ма? Ендеше спорт таңдайсыздар? Спорт таңдаймыз. Жақсы спорт. Спорт саңлақтары. Сұрақ. 2017 жылы Алматыда өткен 28-ші қысқы универсиада ойындарында фристайл спортынан 2 медальді жеңіп алған шымкенттік спортшы. Бағлан Іңкәрбек, Жанбота Алдабергенова, Жібек Арапбаева. 2017 жылы Алматыда өткен 28-ші қысқы универсиада ойындарында фристайл. Бізде жауап дайын. Ол әрине біздің ойымызша Жанбота Алдабергенова. Жанбота Алдабергенова, екінші нұсқа. Ол командалық есепте бір алтын медальді алды, ал былай жекелей сында күміс медальді иеленген болатын. Тамаша, ондай болса дұрыс жауапты тыңдап көрейік. Алматыда өткен қысқы универсиада ойындарында оңтүстіктен барлығы 5 спортшы қатысқан екен. Ел қоржынына 4 жүлде салып берді. Фристайлдан жерлестеріміз Бағлан Іңкәрбек пен Жібек Арапбаева бір медальден иеленсе, Жанбота Алдабергенова бір қола, бір алтын медальді жеңіп алған екен. Тамаша, 20 ұпай сіздерге. Есеп тең ендеше. Болды. Осыға бір жетеді. Қалған 4 ұяшық. Тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы, рухани жаңғыру, әлемде талай қызық бар. Рухани жаңғыру көрген. Сізге сеніп Құдай қылсын. Ау, қайсысы? Рухани жаңғыруды көрейік. Рухани жаңғыру. Өте өзекті сұрақ. Елбасының ұлттық жаңғыру мақаласындағы айтылған прагматизм сөзінің мағынасы қандай? Бірінші, өркениет көшінен қалыс қалмау. Екінші, ұлттық құндылықтарды жақсы білу. Үшінші, ұлттардың бірлігін сақтай отырып даму. Ұлттық жаңғыру мақаласы. Прагматизм. Мағынасы. Прагматизм сөзінің мағынасы қандай дейді? Ұлттық жаңғыру болса, өркениет кетеді. Құндылық жақсы. Үші менің ойымша. Даму. Үшті көрейік. Үшінші нұсқа. Үшінші нұсқаны көрейік. Жақсы таңдады. Қабыл алды. Ендеше дұрыс жауап мынадай.
Елбасы рухани жаңғыру атты мақаласында прагматизм мәселесі ерекше мән берді. Прагматизм ол ұстамдылық, қанағатшылдық, үнемшілдік пен қарапайымдылық деген қанға сіңген қасиеттерді ұмытпай, ұлттық құндылықтарымызды жақсы білу дейді. Өкінішке орай тағы да дұрыс емес жауап берді. Нұржан, біздің таңдау Назым екеуміздің таңдауымыз тәуелсіз Қазақстан ұяшығына келіп түсті. Соны көрейік. Тәуелсіз Қазақстан. Жақсы. Сұрақ. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге қай жылы айналымға шықты? Бірінші 1992 жылы 5 қазанда. Екінші 1993 жылы 15 қараша. Үшінші 1994 жылы 5 қараша. Бізде жауап дайын. Ол әрине бәрімізге белгілі, ұлттық валютаның Қазақстанға енгізілген күні ол әрине 1993 жылдың 15 қарашасы. 100% сенімсіз. 100%. Жақсы, дұрыс жауап. Тыңдап көрейік. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге алғаш рет 1993 жылы 15 қарашада айналымға шыққан екен. Дұрыс. 20 ұпай, жалпы сонымен 40 ұпай сіздерде. Қалыс қалып бара жатсыздар. Енді қалып бара жатсыздар. Бірақ сіздердің жағдайды өзгертуге мүмкіндіктеріңіз әлі де бар. Таңдауға қалып тұрған екі ұяшық бар әлі, тарих тағылымы және әлемде талай қызық бар. Тарих тағылымын көрейік. Тарих тағылымы. Сұрақ. Бай адамдардың малын кедейлерге бағу үшін беру қалай аталған дейді? Бірінші асар, екінші жамаға, үшінші сауын. Бай адамдардың малын кедейлерге бағу үшін. Бай адамдардың малын кедейлерге бағу үшін беру қалай аталған? Асар түсінікті нәрсе, жамаға түсінікті нәрсе. Сауын ау деймін. Сауын деп ойлаймын. Сауын деп ойлайсың ба? Сол нұсқаны қабылдайын ба? Кедейлерге бергенде жақсы бағады, жақсы қарайды деген ниетпен шығар. Дұрыс, сауын. Сауын. Бай адамдардың малын кедейлерге бағу үшін беру сауын деп аталған екен. Тамаша, есеп теңесіп отыр. Есеп теңесіп отыр. Енді соңғы ұяшық. Ол әлемде талай қызық бар. Сұрақты тыңдауға дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Әлемнің ұлы билеушілердің бірі Наполеон қай жануардан қатты қорыққан? Тыныштық сақтаймыз, көрермендер. Бірінші қасқырдан, екінші иттен, үшінші мысықтан. Мысықтан болса керек. Соны айтамын да. Өйткені қасқырдан кез келген адам қорқады. Иттен де аз адам қорқады. Сіз өзіңіз қай жануардан қорқады едіңіз, Нұржан? Мына үшеуінің қайсынан қорқар едіңіз өзіңіз? Енді мысықтан қорқатын шығар Нұржан. мына жердегі Изи жаттардан жауаптардағы жануарлардың ішінде көбіміз қасқырдан қорқамыз. Иә. Жыртқыш болғандықтан. Жыртқыш болғандықтан, иә. Қабаған болғандықтан. Қабаған болғандықтан қорқамыз. Үшінші мысық Енді отыр болғандықтан. Енді түйсікке сүйенсек, әріптесім Назым жауап береді бұл сұраққа. Жақсы, Назым. Үшінші жауап, мысықтан. Үшінші мысықтан дейсіз. Мысықтан деп отырмыз. Қабылдайық. Жарайды. Дұрыс жауапты тыңдап көрейік. Француздардың атақты императоры Наполеон Бонапарт 1769 жылы Корсика аралында туылған. Ол тарихта белгілі қолбасшы, қоғам қайраткері ретінде танымал. Ол әскери мансабында генерал шеніне дейін көтерілген. Алайда Наполеон қанша ержүрек болса да, мысықтан өте қатты қорыққан. Тамаша, 20 ұпай жалпы сонымен бірінші кезеңді қорытындылайтын болсақ, Нұржанның тобында 60 ұпай, сіздердің Серік мырза топтарыңызда 40 қана ұпай. Әдемі ғой? Әдемі. Бірінші кезең осымен аяқталды. Ендеше екінші кезеңге көшейік. Әлем киносының тарихында ең табысты фильмдерінің бірі ол «Титаник». Режиссер Джеймс Кэмеронның ғажайып бұл туындысынан 200 миллиард доллар табыс көрген екен. «Титаник» фильмдегі барлық кадрлар бассейнде түсіріліп, ондағы эффекттер монтаждың көмегімен жасалған. Туынды мәртебелі Оскар сыйлығын 11 рет иеленген екен. Кино әлемінде осындай ерекше фильмдер өте көп. Алайда оларды көргенмен, олардың атауларын есте сақтай бермейміз. Ендеше біздің сайыскерлеріміз есте сақтау қабілеттерін қазір көрсетеді. Оған келесі кезеңде біз көз жеткіземіз. Келесі кезең екінші кім зерек деп аталады.
Бұл кезеңде сайыскерлердің кино әлеміндегі білімдері сарапқа салынады. Фильмдер тақырыбына қарай 4 ұяшыққа бөлінген. Әрбір ұяшықта танымал фильмдердің кез келген жерінен 30 секундтық үзіндісі көрсетіледі. Экранға назар аударасыздар. Әрбір дұрыс тапқан жауаптарыңызға 30 ұпай. Келістік қой. Ендеше ұяшықтарды атап өтейін. Сіздерден бастайық, Серік мырза. Сіз енді өзіңіз осы салада жүрген екен, сізге ешбір қиындық туғызбайтын сияқты. 4 ұяшық бар. Ол бірінші ретро фильмдер, екінші тәуелсіз Қазақстан фильмдері, яғни отандық. Үшінші Ресей фильмдері, төртінші әлем фильмдері. Отандық фильмдер болса? Отандық фильмдерден бастайсыз ғой. Жақсы. Екінші ұяшық тәуелсіз Қазақстан фильмдері. Экранға назар аударайық. Вы... Сонымен, мына кісі кім білесіз бе? Нет, давай... Жоқ, қане былай. Я спрашиваю... Мен сұраған кезде сіз не жоқ, не я дейсіз. Сосын есімдерін атап отырасыз. Сонымен, мынау кім білесіз бе? Иә, бұл Қаншаға Сәтпаев. Дұрыс. Ал мына кісі сізге таныс па? Иә, бұл Мұхтар аға Әуезов. Рас. Ал енді осы екеуі жөнінде не айтар едіңіз? Простите. Кешіріңіз, не айту керек сонда? Жоқ, әуелі келісіп алайық. Сұрақты қоятын мен, ал жауап беретін сіз. Бірақ, тек шыныңызды айтыңыз. Бұлар... Жауап дайын сияқты. Аманат. Аманат деген кинофильм. Дейсіз ғой? Иә. Режиссер кім екенін білесіз ба? Сатыбалды Нарымбетов. Тамаша, бұл 2016 жылы түсірілген режиссер Сатыбалды Нарымбетовтың Аманат кинофильмі екен. 30 ұпай. Жарайсыздар. Осылай керек. Әлемге Ресей. Алмас мырза, бізде қазір әлем фильмдерінен көрсек деп отырмыз. Әлем фильмдері. Ендеше төртінші ұяшық әлем фильмдері. Экранға назар аударыңыздар. Почему ты вечно разговариваешь сам с собой? Быстрее. Я не разговариваю сам с собой. Ты упустила ее. Нет, это ты ее упустил. Я? Согласись, ты сделал ошибку. Это не важно. Как она смогла уйти? Упав с такой высоты, она должна была погибнуть. Геликс существует. Это невозможно, есть геликс или нет. Все возможно, когда ты под дозой. Мы должны достать этот наркотик. Известен второй участник сделки? Да, мы знаем его. Его зовут... Бұл жауап фильмнің аты біздің пікірімізше матрица болуы мүмкін. Мүмкін ба, или... Солай бастау. Жауап жоқ. Матрица. Матрица деген фильм деп жауап. Иә. Соңғы шешім сол. Соған тоқталып отырмыз. Жақсы, бұл 1999 жылы түсірілген режиссер Лана Вачовскийдің Матрица кинофильмі. Тамаша, көршілеріңізден 30 ұпай. Жоқ, бәрін көрмеген шығарсыз. Біздің кезек па? Сіздердің кезектеріңіз екі ұяшыққа отыр, ретро фильмдер және Ресей фильмдер. Секең айтады, қанша кино саласында жүрсем де Ресейдің киноларын аз көрем дейді. Бар мүмкіндігімді Қазақстандық киноларға арнаймын деп отыр. Сол үшін ретро фильм. Тамаша, ретро фильмдер, экранға назар аударайық. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Не айтайын дегенімді түсінетін шығарсың. Оралдың оқуы керек. Өзің білесің, суретті қалай салады десеңші. Иә, талантты Құдай көргенге бере бермейді. Оны мәпелеу керек. Биыл оқуға түсе алмаса ұят болады. Байғұс қарияның жалғыз тірегі. Оның үстіне Оралға бармайсың, қинайды ғой қызды. Иә, есіңізді алған сағамды оқы дейді ғой. Махаббат станциясы. Махаббат станциясы. Бұл 1993 жылы түсірілген режиссер Талғат Теменовтың Махаббат станциясы фильмі. Дұрыс, тағы 30 ұпай. Тамаша,
ал Нұржан соңғы. Бізде енді соңғы ұяшық Ресей фильмдері қалды. Соны таңдаймыз енді, басқа амал жоқ. Слова! Президента? Президента. Хорошо, скажет, не проблема. Ну все, ладно, не траться. Звонишь на другой конец света. Давай. Да подождите вы, кодовые слова-то запишите. О, кодовые слова? Давай. На Деда Мороза надейся, а сам не плашай. Найдем твоего президента. Пока. Спасибо, пока. Иначе вы нас просто под монастырь подводите. Передайте. Ну да, по цепочке. Мы все в вас верим. Удачи. Чпай! Бізде жауабымыз бар. Назым айтам дейді. Назым? Жауап елки. Елки? Палки емес па? Тек қана елки ма? Елки. Қашан түсірілген бұл кино? Жауабын уақытынан бұрын берген болсаңыз, бұл киномен жақын танысыңыз. 2011 или 12. Әлде 14 па? Білмедім. Сол шамасында. Жауабымыз сол, бірақ киноның қай уақытта... Режиссер кім екенін білесіз бе? Оны білмейміз. Ол жағынан хабар бар. 2010 жылы түсірілген Тимур Бекмамбетовтың біздің отандасымыз Елки фильмі. Тамаша. Ендеше құрметті телегөрермендер, екінші кезеңнің есебі бойынша бізде алда 120 ұпаймен Нұржан және Назымның тобы. Сіздерде әзірше 100 ғана ұпай, 20 ұпай артта келе жатырсыздар. Ал құрметті телегөрермендер, біз бүгінгі сайысымыздың үшінші шешуші кезеңін бастаймыз. Біздің үшінші кезең кім тапқыр деп аталады. Өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер, бейнелеу өнерінде түрлі жанрлар бар. Ол пейзаж, натюрморт, кескіндеу деген сияқты. Ал сіздер бүгін үшінші кезеңнің шарты бойынша тағы жаңа жанрды ойлап табасыздар бейнелеу өнерінде. Шарт бойынша сіздерге мақал мәтелдер беріледі. Қазақтың белгілі, халық аузында жүрген сіздердің міндеттеріңіз менің алдыма келіп, 4 мақалдың біреуін таңдап, көргеніңізді тақтаға қалам арқылы салып жеткізу. Сәйкесінше сіздердің серіктестеріңіз оны айтуы керек болады. Қандай мақал екен? Дұрыс қой, түсіндіңіздер, дұрыс жауапты айтқан топқа 50 ұпай. Олай болса бастаймыз, кім? Бірінші. Жастар. Рахмет, біз енді қыздың жолы жеңішке деп қызды сыйлаған халықпыз. Назымға бастасын. Уақыт беріледі. Мұна 4 өрбейді. Өзіңізге және тек маған ғана көрсетесіз. Түсіндіңіз ғой мағынасын. Ендеше уақыт басталды, кеттік. 1 минут. Сөйлеуге болмайды. Нұржан, қандай ойларыңыз бар? Не салып жатыр? Уақыт шектеулі ма? Уақыт шектеулі 1 минут қана. Қанша отырамыз? 1 минут. Анау айна. Көз адамның айнасы. Айна, анау қыз. Уақыт бітті. Жауап берсек бола ма? Жоқ, сіздерге жауап беруге болмайды. Бұл жерде тек қана Нұржан табу керек. Назым, сіз алысқа кетпеңіз. Сонымен Нұржан, жауап бар, жоқ, бар, жоқ. Не көріп тұрсыз? Көз, қыз. Көз, қыз. Айна. Айна, көз, қыз, айна. Так, бұл жерде жауап айнаға қарап өзіңді таныма? Жоқ. Жауап жоқ. Қандай? Назым, өзіңіз айтыңыз. Бетің қисық болса айнаға өкпелеме. Бетің қисық болса айнаға өкпелеме дейді. Мына жерде Назымның кезек сізге келіп жетті. Серік, топбасшы болып өзіңіз бастайтын болып тұрсыз ғой. Мына 3 мақалын біреуін таңдай қойыңыз. Секен сәттілік. Өзім артын таңдаймын. Маған ғана көрсетесіз және өзіңіз оқып түсініп ойыңызды сақтап алыңыз. Белгілі мақал бұл ғой енді. Саған шауып қалмайсыз. Сөйлеуге болмайды, Серік. Сондықтан 1 минут басталды. Кеттік.
қоян, ит, ешек. Ешек болса ары қарай сала берсеңші. Бір ғана суретке қарап, төрт түрлі қой жануардың атын айттыңыз ғой. Олар кетеміз. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Тамаша. Дұрыс. 50 ұпай. Рахмет, орныңызға жайғасыңыз. Кішкене жасап қойдық ма? Үлкен тақтан салғаныңыз. Сонымен сіздерде 50 ұпай, жалпы 150 ұпай болды. Дұрыс, сіздердеше 120 ұпай. Нұржан, кезек сіздер. Ортаға келіңіз. Екі мақалды бөліп таңдаңыз. Кезең шартымен сіз таныссыз. Қаламды алыңыз, сізде 1 минут уақыт. Дайынсыз ғой? Кеттік. Жол ма? Таспан. Не ол? Назым. Ана саламыз ба ана домалақтарды? Ана ойлаңыз ба? Ана не ол сызық-сызық? Сөйлеуге болмайды. Мимикадан бөлінген ғана. Не ол домалақ сәл басқаша түрмен көрсетсе? Сіздерде қандай бар? Түсініп жатсыз ба? Жоқ па? Тұрсыз ба? Архон Денисей жазым. Нешеме ма? Не ол? Уақыт бітті. Қаламды маған бере көріңіз. Алыста кетпеңіз. Назым. Жауап. Бір сау. Қандай? Жазымшылыш. Дұрыс, айтуға болмайды. Жауап жоқ, өкінішке орай. Нұржан, өзіңіз айтып өтіңіз. Мен негізі дұрыс түсіндіре алмадым. Бұл жерде мынау теңімен, тезек қабымен деген секілді. Дұрыс түсіндіре алмадым. Тезек қой, иә? Неге мынандай бүдір-бүдір? Жоқ, енді ауылда өскеннен кейін басқа түсіндіріп мен алып сиырды салып бастайтын едім негізі. Сиырдың суретін салып, артынан тең деп қою керек еді негізі. Сиырды келтіре алмадым. Жақсы, көп рахмет. Орныңызға жайғасыңыз. Өкінішке орай, дұрыс жауап болмағандықтан сіздер ұпайсыз қалып отырсыздар. 120 ұпай сол қалпы. Шапалақтап қойыңыздар. Біздің қатысушыларға өздерінің білдірулерін білдіріп жатыр. Тажмұқан мырза, кезек өзіңізде. Сен сияқты Сергей. Оқуыңызды маған берейін. Дайынсыз Дайынсыз ғой? Уақыт кетті. Қашығы беріпсіз? Бастаңыз. неге ұқсайды? Серік мырза. Бой көріп отырсыз. Сиям егіз нәрсе. Айғаны? Өсіні күлі... Айғаны? Күлі... Аланы? Сынава дейді. Тұрысты солай көрсетуге болмайды. Сан көрсетпеңіз, сан көрсетпеңіз. Сонымен біз айтсақ болады ма? Мойды. Қарсылас команда жауап айтса болады ма? Жоқ, сіздерге болмайды. Қай жеріңіз айтып Екі бас қой. Бас екеуі. Бір адамның екі бас. Бас екеуі болмаса, Ары қарай малға үлгере алмады. Жоқ, ана бірінші тоғысында. Бас екеуі десеңіз кетейін деп тұрмын. Олай болса,
ұпай сандары бойынша Серік мырза, Қазмұқан мырза, сіздер 150 ұпаймен алғашқы болсыздар. Үшінші кезеңнің нәтижесінде ал Нұржан және Назым, сіздер өкінішке орай жолдарыңыз болмай қалды. Құрметті телегөрмендер, біз осымен тапқыр болсаң озып көр интеллектуалды шоу бағдарламасының бүгінгі санын аяқтаймыз. Еліміздің өнерлі де зияткер жастары көп болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.